Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біздер тауықтан шағын рулет дайындаймыз. Роза деп аталатын. Оны тауықтың төс етінен әзірлейміз. Тауықтың төс етін сүйегінен ажыратып алып, артық керек емес жерлерін, майларын, артық сүйектерінен ажыратып, майларын алып тастап, бәрін жіңішкелеп турап шығамыз. Ыңғайлап. Артық жерлерін алып тастайсыздар, майларын, керек емес жерлерін, жіңішке сүйектер бар, соларын да алып тастаңыздар. Енді біздер жіңішкелеп турап шығамыз. Барлығын жіңішкелеп турап шығып, сосын оны төртке бөлінеді, бір жақ несі. Сосын оны біздер ас үй балғасымен ұрғылап шығамыз. Еттің бетіне пленка төсесеңіздер, сонда ол шашырамайды. Суға бөлініп шыққан шашырамайды. Барлық етті жаңағыдай пленка төсеп ұрғылап аласыздар балғамен. Содан кейін екінші бөлімде солай істеп аласыздар. Енді мен мұн жерде маринадтағаным шықпай, видеосы түспей қалыпты, сондықтан мен енді тауықтың басқа етіне маринадтадым. Апельсин қостым, лимон қосасыздар, бұрыштың түрін қосасыздар, оливковый масло болмаса шағын май қосыңыздар, паприка қосыңыздар, тұз қосыңыздар, сөйтіп сосын араластырасыздар. Сосын біздер кәдені алып, жіңішке қылып, тым қатты жіңішке емес, 2 сантиметрдей жіңішке қылып турап шығамыз. Оғанда біз бәрін бірдей шама қылып турап шығыңыздар. Сосын оғанда біздер тұздың, бұрыштың түрі, қосылған смес перец деген бар. Сондай кез келген перец, қара бұрышты қоссаңыздар да болады. Сосын оливковый масло немесе шағын майды қосып араластырасыздар. Араластырып аласыздар. Менде мынада 10 шақты бөлік шықты. Жіңішке болып кеткен жерлері бар, оны екеуден істейсіздер. Араластырып алып, кішкене 5-10 минут қызып тұрған пешке салып аласыздар. Онда әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан қарап алыңыздар. Тым қатты пісіп кетпесін, сондықтан тек бір кішкене қойып аласыздар. 5-6 минуттай қойып алыңыздар. Сосын қызанақты жіңішкелеп турап әзірлеп қоямыз. Мұны мен даярлап маринадтап қойған тауықтың төс еті. Жарты сағат, даже 2-3 сағат тұрса да әдемі болып шығады. Паприканы көрдіңіздер ме? Қызарып, етті қызартып тұрады әдемі болып. Енді біздер жаңа пісіп шыққан, духовкадан шыққан кәдені алып, рулет жасап, бетіне етін төсеп, содан кейін қызанақты төсеп, енді рулет қылып орап шығамыз. Сосын тазалағыш бар ғой, зубочистка, сонымен түйрейміз. Барлық кәдені қызанақпен бірге орап, рулет жасап шығасыздар. Сонда ол роза түрін беріп тұрады. Гүл сияқты қылып, рулет жасағанда гүл сияқты болып шығады, әдемі болып. Барлығын солай істеп шығасыздар. Тіс шұқығышпен түйреп шығамыз. Онда спашкаға нетуіңізге де болады, көбіп жасаған сияқты қылып, онда солай істеуіңізге болады. Мен мына жерде тіс шұқығышпен жасап шықтым. Барлық солай кәдені солай жасаймыз. Жіңішке болып кеткен жерін екі жасап шықсаңыздар да болады. Жетпеген жеріне мен енді
баклажан бар ғой, сонымен орап рулет жасадым қалған несіне. Енді каналыма тіркелмегендеріңіз тіркеліп шығыңыздар. Сонда болашақта алда керек өздеріңізге салынған тағамның түрін көретін боласыздар. Өздеріңізге қандай тағам рецептісі керек, сонысын бөлісе отырыңыздар. Мен сіздерге қолымнан келгенше жасап көрсететін боламын. Бұл шағын рулетке қонақтыққа қойсаңыздар да әдемі закуска болып шығады. Мен бұған енді роза гүліне арнап роза деп атадым.